Қайырлы күн. Егер араларыңызда қолтығы терлеп, немесе жағымсыз иіс шығатын адам болса, видеоны соңына дейін көріп шығуларыңызға болады. Себебі бұл видеода қолтық терлеудің алдын алуға анық пайдасын тигізетін бірнеше әдіспен бөлісетін боламыз. Негізі адам организмі қалыпты жағдайда терлейді. Терлеу дегеніміз денедегі қанның сұйық бөлігін қан тамырлары және тоқымалар ішінен сыртқа шығарып жіберуі. Адамның терісінің астында терлететін тері бездері бар. Ол бездерді адамға бағынбайтын нерв жүйесі арқылы ми басқарады. Яғни адамның өзіне байланысты емес. Жас балдарда терлейді, бірақ олардан иіс шықпайды. Себебі оларда бір дербездер істейді. Ол икринг, сұйықтық шығарады. Ал балиғат жасқа жеткенде апокрин тербездер істейді. Ол апокрин тербездері қолтық астына орналасқан. Осы қолтық терлеп, иіс шығуының алдын алу үшін бірнеше әдіспен бөлісетін боламыз. Барлығы үй жағдайында оңай және тексерілген әдістер. Бірінші әдіс – қолтыққа себетін дезодоранттың антиперспирант түрін істетеміз. Яғни, қандай фирманікі болуының маңыздылығы жоқ, тек қана антидезодорант деген түрін емес, антиперспирант деген түрін аламыз. Яғни, терлеуге қарсысын, ол барынша терлетпейді. Екінші әдіс – ромашка, яғни аптекадағы сатылатын қарапайым ромашкадан 2 қасық және ас содасынан 2 қасық салып, үстінен 1 стакан қайнаған су құямыз. Газге 5 минутқа шала қайнатып аламыз. Және марланы осы суға батырып алып, 5 минутқа қолтыққа қойып қоямыз. Таңертең және кешкі қарай жаман иістерді кетіреді. Бір айда кемінде 2 рет ромашка суға ванна қабылдаса, денедегі барлық жаман иістерді кетіреді. Ол үшін ромашканы 10 минут жылы суға салып жібітіп қоямыз, сосын сол суға 20-30 минут ванна қабылдаймыз. Үшінші әдіс, ең пайдалы әдіс, яғни калий перманганат, қарапайым марганцовка. Аптасында 2 рет марганцовка суға 20-30 минут ванна қабылдау керек, кем дегенде 1 ай. Егер ондай мүмкіндік болмаса, аз ғана марганцовка су дайындап, қолтықты мақта арқылы сол сумен сүрту керек. Бұның ешқандай зияны жоқ, денедегі барлық жаман иістерді кетіреді, сондықтан міндетті түрде пайдаланып көрсеңіздер болады. Егер бұлардың біреуінде істеуге уақытым жоқ, маған тез көмектесетін зат керек десеңіздер, аптекадан драй сатып алуларыңызға болады. Ол өте тиімді және де тез көмектеседі. Алғашқы пайдаланғанда 2 күнде 1 рет, ал сосын терлемесе, аптасында 1 рет істетуге болады. Қалаған әдісіңізді қолдануыңызға болады, себебі міндетті түрде көмектеседі. Видео ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сау болыңыз.